Саламатсыздар, құрметті телегөрермендер және еліміздің жалынды жастары. Елбасымыз болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласында еліміздің болашағы білімді де өнерлі жастардың қолында екенін айқын атап өткен болатын. Ендеше сіздермен бірге жастарымыздың өнері мен білімін сарапқа салатын тапқыр болсаң озып көр интеллектуалды шоу бағдарламасы. Олай болса, додамызға қатысып отырған топтармен таныс болыңыздар. Бірінші топ басшысы ақын Серпер жастар сыйлығының иегері Ержан Жұмабек мырза. Және оның серіктесі, көмекшісі Оңтүстік Қазақстан ауыл жастары одағы қоғамдық бірлестігінің директоры Сабира Байзақова. Ал енді олардың қарсыластары, ойынды қыза түсіретін кісілер, ол журналист тележүргізушісі, топ басшысы Қанат Байысов мырза. Және оның көмекшісі студент, сұлу бикеш, Жансая Қоянбайхан. Ендіше сайысымызды бастаймыз. Алғашқы кезең кім алғыр деп аталады. Кезеңнің шартымен таныстырып өтейін. Бұл кезеңде сайыскерлердің білімі сыналады. Барлығы 8 ұяшық беріледі. Әрбір ұяшықта белгілі бір сала немесе тақырып бойынша сауалдар жасырынады. Әрбір сауалдың 3 нұсқадағы жауабы қоса беріледі. Білім мен логиканың салып жауаптың дұрыс нұсқасын таңдау қажет. Әрбір дұрыс жауап 20 ұпаймен марапатталады. Олай болса, ұяшармен таныстырып өтейін. Бірінші ұяшық тәуелсіз Қазақстан, тарих тағылымы, рухани жаңғыру, спорт саңлақтары, өнер өлкесі, ең және оңтүстік ғажайыптары және әлемде талай қызық бар. Олай болса, Ержан мырза, сөз кезек өзіңізде, сөз анасы, атасы сәлем дейтін бет. Сондықтан ақын болғаннан кейін сіз өзіңіздің сөзіңізді бір шумақ өлеңізбен бастасаңыз деген бір өтінішім бар. Жақсы. Алыста Семей есен, Ұржар аман. Бүгін шыққан жайым бар Шымғаладан. Ассалаумағалейкум Алмас Тоғай. Өзіңді жан қалмасын тыңдамаған. Қасымда Сабирадай сұлу қыз бар. Жарысқа әркез дайын тұрған адам. Тапқыр болсаң озып көр сайысына. Алыстан келген екен бір ғана адам. Алматыдан мың сәлем бәріңізге. Ақынба мұндай сәтте жырламаған. Шымкентті жақсы көріп кетеді екен бір көріп, ел жұртына бір қараған. Айналайын дегеннен басқа сөз жоқ, көңілдер жай табатын бұл қаладан. Пақ шіркін. Керемет. Енді Ержан мырза, ойынның кезеңнің бірінші шартымен түсіндірдім, айтып өттім. Енді сізге ұяшықты таңдау керек болады. Таңдай қойыңыз. Енді мен барлығы жазылып тұр дегенмен ең деген бір жұмбақ ұяшық болып тұр. Ең. Соны ашсаңыздар. Түсінікті. Сұрақ. Ең. Әлемдегі ең ыстық планетаны атаңыз. Бірінші Шолпан, екінші Плутон, үшінші Меркурий. Әлемдегі ең ыстық планетаны атаңыз дейді. Енді бұл шатастыратын сұрақ. Дегенмен де Шолпан енді таң атқанда туатын, жеке дара шығатын жұлдыз. Шолпан жұлдызын жақсы білем. Енді ең ыстық деп айтуға келмейді. Аны екеуінен гөрі Меркурий таңдайық. Меркурий таңдағымыз кеп тұр, ақылдаса келе. Қабылдайын ба? Қабылдаңыз. Әрі нақты жауаптарыңыз ба? Түсінікті. Олай болса, дұрыс жауап келесідей. Плутон әлемдегі ең суық планета болып есептеледі. Онда ауа температурасы минус 235 градусқа тең. Ал Меркурий күнге ең жақын планета. Дегенмен әлемдегі ең ыстық планета Шолпан екен. Онда ауа температурасы плюс 462 градусқа дейін. Сіздердің таңдауларыңыз Меркурий болды. Дұрыс па? Меркурий болды, бірақ Шолпан деп қателесіп кеттік. Жақын кетті, қайтып кетті. Ештен кетпейді. Сіздерде ұпай саны берілмейді. Себебі сұраққа жауапты дұрыс бере алмадыңыздар. Олай болса, келесі қарсыластарыңызға көшейік, рұқсат етсеңіздер. Қанат мырза, жәшікті таңдасаңыз. Онда біз өзімнің әріптесімен ақылдаса келе, оңтүстік ғажайыптары деген ұяшықты таңдағымыз келіп тұр. Оңтүстік ғажайыптары. Сұрақ
келесідей. Қарашаш ана күмбезі облысымыздың қай ауданында орналасқан? Бірінші Отырар, екінші Сайрам, үшінші Ордабасы. Енді осы оңтүстік өлкесінде тұрып, өзіміздің жаңағы тарихи жерлерімізді білмеу енді бізге сын деп білем. Енді бұл Қарашаш ананың кесенесі өзіміздің сансыз болып жатқан Сайрам ауданы. Сайрам ауданы деген нұсқаны таңдадыңыздар. Түсінікті. Олай болса дұрыс жауапты тыңдаңыздар. Қарашаш ана күмбезі орта ғасырлардағы сәулет өнеріне жатады. Тарихи ескерткіш Қожа Ахмет Яссауидің анасы Қарашаш ананың құрметіне тұрғызылған. Күмбез оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам ауданында орналасқан екен. Дұрыс. Керемет. Көп күттірмей дұрыс жауапты беріңіздер. Сіздерге 20 ұпай саналады. Ал, Ержан мырза, қарсыластарыңыз оза шықты. Жақсы болсын. Кішкене бәсекелестік деген шығу керек, қапы қалмау керек. Сондықтан жәшікті таңдай отырып, келесі сұраққа кезек берейік. Біз енді Сабир екеуміз ақылдаса келе өнер өлкесін таңдадық. Өнер өлкесі. Құммен сурет салу өнері алғаш рет қай елде пайда болды? Бірінші Қытай, екінші Италия, үшінші Америка құрама штаттары. Ақылдаса олға болады ғой, Әрине, құммен сурет уақыттарыңыз салу бар. өнері алғаш рет қай елде пайда болды? Енді Қытайда шықпайтын нәрсе жоқ. Болма деп бір жағынан ойлаймын да, бірақ бұл жерде Америкада аман дейді. Көмекшіңіз не дейді? ақш-та болуы мүмкін деп ойлап отырмыз. Деп ойлап отырсыздар ма? Иә. Екеулеріңіздің жалпы жауаптарыңыз. Қабылдаймын ғой. Америка құрама штаттары. Ай, қателесті осы. Бағана айтқанымда осы тыңдамай беді осы қарсыластарымыз. Сіздердің ойларыңызды сұрамай-ақ қойын. Қазір айтпесе бұл кісілердің де ойы өзгеріп кетер. Сонымен 1, Ойланыңыздар. 2, 3. Америка құрама штаттары деген жауапты қабылдаймын. Солай ғой. Қытайды қабылдаңызшы. Қытайды қабылдаймын ба? Жарайды. Таңда өздеріңіздікі. Қателессек те сол Қытайды таңда. Өнердің бұл түрін алғаш рет ақш режиссері Кэролайн Лив анимациялық мультфильм жасауда пайдаланған екен. Яғни ақшта, Америка құрама штаттарында пайда болған. Өкінішке орай 20 ұпай сіздерге тағы да бұйырмай қалды. Сәл жиналыңыздар, Ержан, Сабирахан. Ал, Қанеке, сіз деген кішкене жеңімпаз ретінде болып шыққаннан кейін көңіл күйіңіз көтеріңкі. Бір ұяшықты бір рет таңдайдыңыз, иә? Иә, ол жәшікті қайтадан таңдауға болмайды. Онда әлемде талай қызық барды көрсек, иә? Әлемде талай талай қызық бар. Тамаша. Сұрақ келесідей, назар аударып, мұқият тыңдап алыңыздар. Әлемдегі ең үлкен жанұя қай елде тұрады? Бірінші Қытай, екінші Таиланд, үшінші Үндістан. Үлкен жанұя. Өзіңіз Қанеке, жалпы үлкен жанұя деген осынға дейін өзіңізбен көрген бар ма? Қытай негізі көп. Қытай ең көп. Бірақ енді біздің ойымыз, түйсігіміз Үндістан деген жауап дұрыс па деп отыр да. Онда көп сөзбай, Үндістан деген нұсқаны мен қабылдаймын. Таңдап көрейік, болмаса Қытайды таңдаймыз. Олай болмайды, нақты бір ғана жауап болу керек. Үндістан ғой? Үндістан. Келістік. Олай болса дұрыс жауапты тыңдаңыздар. Зиона Чананың жанұясында 39 әйелі, 94 баласы мен 33 немересі бар. Алып жанұя 100 бөлмелі үйде тұрады. Бұл жанұя бір күнгі кешкі асқа 30 келі тауық, 60 келі картоп пен 100 келі күріш жұмсайды екен. Көз алдарыңызға елестетіңіздер, Қазақстанда бір жанұяға қанша уақыт өмір сүруге болар еді. Бұл әлемдегі ең үлкен жанұя Үндістанның Мизорам штатының Бактван қалашығында тұрады екен. Тағы да дұрыс жауап. Керемет. Сіздерге мына ойын өте оңай беріліп жатқан сияқты. Білетін болғаннан кейін қиын болмайды ғой. Жарайсыздар. Керемет. Ереке, мен сіздерге деген жаным ауырып кішкене бір деме көрсетіп қолдап Иә, мен жаққа бар көмектесем ау деймін. Ол тарих тағылымын алайық. Тарих тағылымы қалай болады екен? Олай болса, сұрақты тыңдаңыздар. Тарихта сақ сөзі қандай мағынаны білдіреді? Бірінші, құдіретті еркектер, екінші, батырлар, үшінші, жауынгерлер. Сонымен
жауынгер деген жауынгер батыр шығар. Сондықтан екінші нұсқа бізде. Батырлар. Жоқ, жауынгер. Жауынгер дауысын. Онда Сүлейфа ойнақ екен. Кел ойнақ. Кім жегет соны? Келіңіздер. Онда тұрмыс деген жоқ. Давай. Жауынгер дауысын. Жарайды, онда қызын жол жіңішке дейді. Сабира жауынгерді алам дейді. Сондықтан үшінші нұсқа болсын. Үшінші нұсқа жауынгерлер. Олай болса, дұрыс жауапты, дұрыс нұсқаны тыңдап алыңыздар. Сақ сөзі парсы жазбаларында құдіретті еркектер деген мағынаны білдіреді екен. Қарсыластарыңыз тағы да шалынып қалды. Жаңа мен айтқан тыңдамады ғой. Сіз негізі қалай деп ойлаған едіңіз Қанеке? Мен жаңа дұрыс жауабын айтып тұрғанмын ғой негізі. Иә, айттыңыз ба? Мен Қабылдаған кезде бірден сұрау керек. Ар жақтан сіздердің ойларыңыз қалай деп. жақсы, Жауап енді бергеннен ойын енді басталды. Сондықтан бір-бірлеріңіздің әлі ойларыңызды тыңдап үлгересіздер деп ойлаймын. Қанат мырза, Жансая ханым, Біз енді мынау тәуелсіз Қазақстан деген ұяшық таңдасақ деп отырмыз. Тамаша. Осы сұрақ Біз осындай күрделілерін шешіп тастайық, оңайларын берейік дегенім ғой. Жақсы. Ат шаппайды, бап шаппайды, бақ шабады дейді ғой. Иә. Жақсы. Мен сұрақты оқиын. Сіздер экранға назар аударыңыздар. Қазақстанда 2002 жыл қандай жыл деп жарияланды? Бірінші мәдениетті қолдау жылы, екінші денсаулық жылы, үшінші ауылды қолдау жылы. Екі мың екінші жылы сіз не істеп жатқан едіңіз? Не істеп жүрген едіңіз? Енді ол кезде біз мектеп қабырғасында едік қой. Ауылды қолдау жылы деп жауап бердіңіздер. Жаңағы жылда әртүрлі жылдардың аяғынан кейін адам есінде қалмайды екен, нақты қай жылдар екені. Енді сол енді бәрі бір 2002, 2000, 2001 деген барлығы бір тұстағы жалпы мемлекетіміздің саясатын, елбасымыздың әрбір жолдауында айтылатын сөздер, осы тәуелсіздік алғалы бері әрбір жыл сайын өзіңіз білесіз бір реформа жүріп жатады. Есіңізге түсіріңізші, 91 жылдан тәуелсіздік алғаннан бері біздің елімізде неге көбірек мән беріледі? Ауыл болсыншы. Ауыл болсын. Болды. Ауыл ғой, иә. Олай болса дұрыс жауап. 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан тәуелсіз ел атанып, әлемге танылды. 1995 жылдан бастап елімізде әрбір жылға атау беру үрдіске айналды. Мәселен, 1995 жыл Абай жылы деп белгіленсе, 2002 жыл денсаулық жылы деп жарияланған екен. Менің айтқым келгені сол, ел қалыптасқаннан кейін денсау ұлт, өзіңіз білесіз, елбасы айтылған өзінің жолдауларында айтатын. Көп нәрсе. Ештен кетпейді, әзірше сіздерді 40 ұпай, сіздерді әзірше 0 ұпай, өкінішке орай, бірақ ол жағдайды өзгертуге болады. Ойын енді басталды, сайысымыз енді қыза түсуде. Сондықтан келесі жәшікті таңдауларыңызды сұраймын. Қарсылас команда Ержан және Сабира ханым. Қандайтын яшықтарыңыз? Біз бәріміз енді дауысын шығарып айта беріңіз. Бәріміз ұлттық мүддемен ұлттық рухты бірінші орынға қоюымыз керек. Сол рухани жаңғыруда соның төңірегінде. Сондықтан осы яшықты ашсаңыздар. Рухани жаңғыру. Олай болса сұраққа құлақ түріңіздер. Елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласы 2017 жылдың қай айында жарияланды? Бірінші нұсқа наурыз айында, екінші нұсқа сәуір айында, үшінші мамыр айында. Жақында ғана болған? Иә, жақында ғана болды, оны білмеймін. Сақпақ емес қой, сонау, иә, тарихтың тұңғиығындағы. Мен наурыз деп тұрмыз, Сабира сәуір деп тұр. Сын бағанағыдай болып қалмай ма деп тұрмыз. Бұл жол точно Сүлейфа жасасаңыздар, дұрыс жауабын табасыздар. Сүлейфа ойнамай қойды оған. Ойнамаймын Сүлейфа. Онда тағы да қызға жол берем ғой деймін деп ойлап тұрмын. Деп тұрсыз ба? Енді қалай болады екен? Қыздың жолы жіңішке дедіңіз, үрдісті бұзбай. Келесі сұрақтың жауабын тыңдаңыздар. Ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан Назарбаев болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласын жариялап, ел дамуының басты бағыттарын анықтап берді. Ел жұртшылығының санасына серпіліс берген мақала 2017 жылдың сәуір айының 13 күні алғаш болып Егемен Қазақстан газетінде жарық көрді. Тамаша, бірінші кезеңдегі алғашқы 20 ұпай сіздерге бұйырды. Құттықтаймын. Ал олай болса, Қанат мырза, сізде енді таңдау қалмады. Сізде соңғы ұяшық спорт саңлақтар деп аталады. Рұқсат етсеңіз, сұрақты оқиын. Қазақстан барысы турнирінің ең алғашқы жеңімпазын атаңыз дейді.
Бірінші Бейбіт Ыстыбаев, екінші Айбек Нұғмаров, үшінші Ұлан Рысқұл. Қалай ойлайсыз, бейбіт ол емес дейсіз ба? Айбек Нұғымаров семейдің жігіті. Семейдікі дейсіз ба? Ол кісі онда семейдікі болса Ұлан точно ол Рысқұл емес. бас жүлде алмаған. Бірінші орын алмаған. Мен енді адал Бейбіт- көмектесем бейбіт- көмектескенге. Иә. Ондайым жоқ. Жақсы, енді дегенмен Ана екі нұсқан біреуін таңдауым керек. Айтып берейін ба? Сіздердікі сол таңдамай қойсам ба деп тұр мысалы. Бейбіт деген нұсқа дұрыс-ау деп отырмын. Иә. Бейбіт Дұрыс, дұрыс. Ыстыбаев Дұрыс, ағамыз дұрыс. деген нұсқаны таңдап отырсыз. Иә. Тараздан шыққан, Қабылдаймын. қателеспесем. Бейбіттен кейін Айбек алды. Жамбыл облысының тумасы. Тумасы. Тура. Дұрыс айтасыз. Бейбіт Ыстыбаев. Рұқсат Солай ғой, етесіз ба жауапты қабылдауға? Жарайды. Олай болса дұрыс жауапты тыңдаңыздар. Қазақстан барысы турнирі ең алғаш рет 2011 жылы өтіпті. Бұл додада қарсыластарының бәрінің жауырынын жерге тигізіп, бас жүлдені 132 келі тартатын Алматы облысының балуаны Ұлан Рысқұл жеңіп алған екен. Менің білуімше Бейбіт Ыстыбаев екінші рет Екіншісінде. өткен кезде 12-ші Мен онда жылы сол кезде алғаш көргем, рет, сол кезде көргем ғой онда. белбеуін жеңіп алған болатын. Бірақ финалда Мен де Ұлан сізге Рысқұл сеніп қалдым, сіз де маған сеніп қалдыңыз. адал көмектескен түріңіз осы болса сіздің ереке енді мұны. Рахмет көмектеріңізге. Не ғой? Ескереміз. Оны психологиялық атака дейді, ол міндетті түрде болу керек. Ойын Ойға алған иә, сізде сонысымен де қателік Қанат мырза негізі. Олай болса, құрметті көрермендер, қатысушылар, телекөрермендер, бірінші кезеңнің нәтижесін қорытындылайық. Бізде бірінші кезең жеңімпаздары болып, Қанат пен Жансая ханымыздың топтары жеңімпаз болып отыр. 40 ұпай сіздерде. Құттықтаймыз. Ал Ержан мен Сабира ханымның топтары өкінішке орай тек қана 20 ұпаймен шектеліп қалдыңыздар. Ендеше келесі кезеңді кино саласын арнаймыз. Сонымен келесі кезең кім зерек деп аталады? Кім зерек? Бұл кезеңде сайыскерлердің кино әлеміндегі білімдері сарапқа салынады. Фильмдер тақырыбына қарай 4 ұяшыққа бөлінген. Әрбір ұяшықта танымал фильмдердің кез келген жерінен 30 секунд үзінді көрсетіледі. Сайыскерлер мұқият қарап отырып, сол фильмнің атауын табу қажет. Әрбір жауапқа бұл жолы 30 ұпайдан бұйырады. ар жақ топ бастаса болады ғой. Келісесіздер ме сіздер таңдауға? Бастауын ба? Иә. Бұл жерде 4 бізде ұяшық бар. Бірінші ұяшық ретро фильмдер деп аталады. Екінші ұяшық тәуелсіз Қазақстан фильмдері деп аталады. Үшіншісі Ресей фильмдері деп аталады. Төртіншісі әлем фильмдері деп аталады. Қарсыластарыңыз кезекті сіздерге беріп отыр. Сондықтан сәтті пайдаланып, дұрыс жауап бере аламыз-ау деген ұяшықты таңдауларыңызға бен болады. Мен онда қазір әріптесіммен ақылдасып отырып, қай ұяшық таңдаймыз? Тәуелсіз Қазақстан. Тәуелсіз Қазақстан. Тәуелсіз Қазақстан. Көрейік. Ұяшығындағы фильм үзіндісі 30 секунд. Біздің де ұмытырғанымыз шамалы. Аш балалардың сабақ оқу шамасы жоқ бұлар болса. Жалғыз дәрігерімізді халық жау деп ұстап әкетті. Жасудан жалықпайсың, Қағаз аямайсың. Мен саған көрсетем. Зиялысымақ. Сен сонда кім сынамақсың? Совет үкіметін бе? Жансаяның айтуы бойынша деп айтайын. Өйткені менің қазір ешқандай менде нұсқа болмай тұр. Әйел адамнан басталып та, әйел адамға қатысты кино болуы мүмкін деген түйсікпен бұл киноның тақырыбы анаға апарар жол деп ойлаймыз. Олай болса сіздердің жауаптарыңыз анаға апарар жол. Солай ғой. Олай болса дұрыс жауапты тыңдаңыздар. Бұл фильм 2016 жылы түсірілген. Фильмнің режиссері Ақан Сатаев биыл орталық Азияның ең үздік фильмі номинациясын жеңіп алған анаға апарар жол фильмі. Тамаша. Құтты болсын. 30 ұпай сіздерге қосылды. Тамаша, жағдайымыз түсінікті.
20 ұпай, 70 ұпай. Ержан, Біздің жолымыз бере берсін. кинолардан таңдасақ, Ресей фильмдер дейді, ана қазақ фильмдер кетіп қалды. Енді ретро фильмдер, әлем фильмдерін алған дұрыс шығар, себебі бүкіл фильмді көруге бір адамның ғұмыр жетпейді, дегенмен де мұнда бір ерекше болған кино туындылар түсе ме деген бір үмітпен. Өзіміз көрген. Иә. Сол ұяшық тастаңыздар. демек сіздің ойыңызша әлем фильмдері ұяшығында соңғы 10 жылда, 15 жылда шыққан дүниелер деп ойлайсыз ғой, кино туындылар. Иә. Ай, қиын болатын болды. Әлем фильмдері ұяшығы. Экранға назар аударамыз. Господи, помоги нам. Мы в Восточной Европе. Извините, вы нам не поможете? Вы американцы? Да. Обожаю Америку. Біз жауап бере алмаймыз ба? Бұл фильмді көрмеген адам жоқ шығар өзі. Жауап бермеңіздер, бірақ білесіздер, білмейсіздер бар ма? Кем деген? Бар жауап бар. Мен айта салайын деп тұрмын да қазір. Жоқ, болмайды. Мен анау қонақ деп сыйлап кішкене көмектесіп жіберейін ба? Менің атым Қожаға ұқсамайды, Самай атыр. Саяхат не серуендеу дей салайық. Путешествие. Саяхатшылар ғой енді. Саяхатшылар деген жауапты қабыл алайын. Қазақша айтайықшы. Саяхатшылар болсын. Саяхатшылар болсын ба? Жақсы, дұрыс жауап мынадай. 2004 жылы түсірілген режиссер Джефф Шеффердің Евротур фильмі. Сіздерге ұпай саны тағы да берілмей қалды. 20 ұпайлармен қалып жатыр Ержан мен Сабира ханым. Келесі кезек 4 жәшіктің екеуі таңдалынып қойды. Енді қалып тұрған бізде ретро фильмдер мен Ресей фильмдері. Ретро фильмдер. Көрейік. Олай болса экранға назар аударамыз. Ретро фильмдер. Үзінді, 30 секундтық үзінді. Ребята, да вы что? Айдар! Ну куда ты, пигалица, еще и лезешь, а? Да пошел ты! Султан! Я здесь. Султан! Ну, здесь я. Ресей, Қазақстанда емес, басқа жақтікі. Орысша. Сіздер таңдағандарыңыз ретро фильмдер. Ретро Ресей фильм. фильмдер емес. Бұл Ресей фильмдер емес, ретро фильмі. Қазақ фильмінің сол ойлап отырмын. Балкон деген фильм бар бізде. Бұндай фильмдер көбінесе біздің ата-аналарымыз жақсы көреді ғой. Бізде қазір монтажары, 3D дейді, содан кейін ондай фильмдер көп біздің ықыласымыз ауа бермейді, шыны керек. Өзіңіз де көрмейсіз бұндай фильмдерді. Сондықтан сол заманның адамдары жақсы біле ме деп ойлаймын бізге қараған. Бұндай фильмдер. Енді мен ол заманның адам емеспін. Бірақ балкон. Балкон. Қабылдаймыз. Тамаша. Қабылдаймыз. Балкон. Ретро фильмдер. Дұрыс жауап. 1998 жылы Алматы қаласында түсірілген режиссер Қалыбек Салықовтың Балкон фильмі екен. Тамаша. Не деген түйсік, не деген есте сақтау қабілет. Расын айтқанда Қанат өте қатты таңғалдырдыңыз. Олай болса, Ержан мен Сабира ханым сіздерге қайтадан келдім. Қастарыңызда тұрайыншы, соңғы қалған Біреу да өзі. Ресей фильмдері, иә. Ашыңыз. Ұяшығын ашыңыздар, бірге қарайық, бірге талқылайық. Бүгін менде бір... Нет, не уходите. Sprechen Sie Поговорите einfach с zu uns, ja, нами, bitte. просто, пожалуйста. Да некуда мне идти. Метро уже закрыто. Кто-нибудь дома знает, где ты? Мать, отец? Ja, meine Mutter weiß Bescheid. Да, мама знает. Und mein Vater ist tot. А отец умер. Ich vermisse ihn. Я так по нему скучаю. Нина, не реветь. Кислород уходит. У меня было 5 отцов. И все умерли. Погибли. Я же не реву. 5 Väter. 5 отцов. Das ist gar nicht möglich. Такого не бывает.
Бывает, не бывает. Сонымен Сонымен мына фильм соғыс жылдары түсірілген. Бір қарағанда ұлы отан соғысы ма деп айта алмайсыз, өйткені киімдері қызық екен. Біздің ана қазіргі жұмыскерлердің киімі сияқты да. Заманауи, иә. Өйткені 21 ғасырда киетін дүниеде. Бірақ фильм кезіндегі заманға байланысты түсірілген. Сталинград па деп ойлаймыз. Сталинград. Иә, екеулеріңіз бір ауыздан Сталинград деген жауап қайтарыңыздар. Түсінікті. Олай болса дұрыс жауапты тыңдаңыздар. Дұрыс жауап 2013 жылы түсірілген Федор Бондарчуктың фильмі Сталинград. Тамаша. 30 ұпай, сіздерде сонымен барлығы 50 ұпай болды, сіздерде 100 ұпай. Сіздер 50 ұпай алда келе жатырсыздар. Кинотеатрдан шықпайтын жігіттер ғой, мұның бәрі біледі. Енді расында мен өзімде бір көзбен қарағанда заманауи соңғы жылдары түсірілген кино ма деп ойладым. Жаңа сіз айтқандай, көзге түсетін бірден не, адам көзбен таниды ғой барлығын. Жарқын түс, сондықтан түрлі түсті түсірілгеннен кейін заманауи фильм деп ойлап қалдым. Қанат бәрін біліп тұр, бірінші орын алатын сияқты ғой. Жауаптарын бірден айтады. Ол әлі белгісіз, өйткені бізде алда 3-ші кезең бар. Жаратылыстың ең ақылдысы ол адам. Адам баласының миында әрбір секунд сайын 100 мың реакция өтеді екен. Ал адамның көзі 10 миллион түсті еркін ажырата алады. Мінекей осындай қасиеттерге ие біздің сайыскерлеріміз келесі кезеңнен де сүрінбей өтеді деген сенімдеміз. Сонымен келесі кезең кім тапқыр деп аталады. Бұл кезеңде әрбір ойыншыға мақал мәтелдер беріледі. Тапсырма сол мақалды қаламмен, яғни мына тақтаға бейнелеу қажет. Түсінікті ғой, тыңдап отырсыздар. Сөйлеуге мүлдем болмайды. Түсінікті, тек қана қаламның көмегімен ғана сіздер кезеңнен өтулеріңіз керек болады. Салынған сурет арқылы командас әріптесі жасырынған мақалды табуы тиіс. Әрбір ойыншыға 1 минут уақыт қана беріледі. Әрбір дұрыс жауапқа 30 ұпай. Кезек сіздерде. Ержан мырза, мен сізді осында шақырғым келеді. Осы қолымдағы 4 мақалдың біреуін таңдаңыз. Қараңыз да қайтадан менің қолыма тапсырыңыз. Түсінікті. Есіңізде сақтап алдыңыз ғой? Сақтап алдым. Айтуға болмайды, сөйлеуге болмайды. Тек қана телепатиялық сөйлесу арқылы. Қалам. Мимикамен келтіре берсе болды ғой? Мимикамен болмайды. Тек қана қаламның көмегімен жаңағы сіздің оқыған мақалды салып бейнелеп беру керек осында. Сабира ханым, тоқтай тұрыңыз. Сабира ханымның сіз өзіңіз міндетіңіз түсіндіңіз ғой? Сұрамайсыз еш нәрсе, тек қана қарайсыз. Визуалды түрде Ержанның салып жатқан мақалын айтуыңыз керек. 1 минут бұл кісіге салуға беріле ма, әлде маған ойлануға беріле ма? 1 минут бұл кісіге салуға беріледі. Содан кейін сіз соған қарай отырып өзіңіздің жауабыңызды қайтарасыз. Олай болса, дайынбыз ғой? Дайынбыз. 1, 2, 3, іске сәт. Микрофонға да келеді сияқты, әнші, ән, микрофон, әнші. Үш болмайды олай, мимиканы қолдануға болмайды, тек қана бейне, суретке салу арқылы ғана. Уақытыңыз бітті. Сөйлемейсіз, еш нәрсе демейсіз, болды. Қаламды мен қолыма тапсырыңыз. Мен айтамын деймін. Ортасында салынған ән. Ұйқас. Ек көзіңіз мына тақтада. Сақына сияқты айтылады. Мен мұнан ұмытып кетті. Болмайды, болды. Уақытыңыз өтіп кетті. Ержан. Ән. Мүмкіндікті 1 минуттың ішінде барынша қолдандыңыз. Сабира, сіздің де уақытыңыз шектеулі негізі. Сондықтан барынша жауапты. Енді мен түсінуім бойынша ортасында ән. Ән дұрыс. Жауап сонымен жоқ. Әншінің, мынандай бір мақал есіме түсіп тұр. Қандай мақал? Әншінің жақсы ұстазынан. Соған сая бірсейтін сияқты. 4 бұрышты жұмыртқа жұтсаң, әнші боласың. 4 бұрышты жұмыртқа. Енді жұмыртқаға келмей деген домалақ емес. Жақсы, жауап жоқ деп қабылдайық, Мынау немеге ұқсайды, сұраңыз сен, мынау немеге ұқсайды, мына тұрам. Енді ол кісі өзі жалпы картинаны тек қана мына жерге ғана назар аударып тұр ғой ол кісі. Оған назар аударды. Ар жағын таптым, бер жағын таптым.
түсіне алмай жатырмын сол Жауап жоқ. суретке жалпы Түсінікті. сақына Ержан өз орныңызға отыруыңызға болады. Негізгі жауап мен оқиын. Нан бар жерде ән бар. нан қалды. Нан бар жерде Стол. иә, стол бар. Мен түсіндім оның стол екенін. Ән бар. Мына айтып тұр ғой бір кісі. Қуан қарны тоқ нанға тойып алған. Түсіндіңіз ғой? Олай болса, келесі кезек қанат топ басшысы ретінде өзіңіз шығасыз ба, жоқ кезекті Жансаяға бересіз ба, өздеріңіз шешіңіздер. Араларыңыздан біреу шығып, менің қолымдағы 3 мақалдың біреуін таңдаулары керек болады. Бірінші Жансая өзің шық деп отыр. Жақсы. Бағымызды. Өздеріңізде таңдай Қайсысын алайын? қалаған. Ашыңыз. Оқыңыз. Түсіндіңіз ғой? Түсіндім. Ендеше уақыт 1, 2, 3. 1 минут уақыт кетті. Қандай да болжамдар бар ма? Жансая, қандай жануардың суретін салып жатыр? Түйе. Адам. Түйеге жантақ керек болса бастады. Жақсы, жақсы. Тыныш. Уақыт бітті, уақыт бітті, уақыт бітті. Уақыт бітті. Оңай ба? Сурет Қаншалықты ауыр жақсы. болды мына мақалды тақтаға салу, Қанат? Салу ауыр болған жоқ. Бәрін түсінді. Егер де түсінбей қалған болғанда, не салғанымды ол кезде ауыр болды деп айтар едім. Жалпы бәрі түсінікті сияқты. Тек Жансая солай ойлайды ма екен? Ауыр түйенің ауыр бірден көтеріп келіп жатқаны. Тыныш, тыныш, тыныш. Соңғы түйенің жүгі ауыр. Сонымен тамаша. 30 ұпай сіздерге бұйырды. Дұрыс жауап. Қалай дедіңіз? Соңғы түйенің жүгі ауыр. Яғни соңғы түйенің жүгі ауыр. Мынау деген соңғы түйе. Түсіну бойынша, иә? соңғысы. Мына Былай кетіп баратыр. мезозой замандағы түйе ма деп қалдым. Енді түсінді ғой. Жақсы, керуен артында ең соңында келе жатқан Соңғы түйенің түйе. жүгі ауыр. Тамаша, сонымен сіздерде тағы да бір дұрыс жауап үшін 50 ұпай бұйырды. Жалпы сонымен сіздерде 150 ұпай. Кезек Сабира ханым өзіңізде ортаға шығып, қалған 2 мақалдың біреуін таңдап, серігіңізге көрсетпей оқып алуыңызды өтінемін. Жаттап алдыңыз ғой? Иә. Ендеше сізде уақыт басталады. 1, 2, 3. Сәттілік. Ержан, сіз барынша зейін салып қараңыз. Тау. Жылқы. Жазуға болмайды. Мен сізді түсіндім, ойыңызды жазуға болмайды, сөздер жазуға болмайды. Тек қана бейне. Шөп, жылқы, тау. Егістік. Ой, кеп тұр енді. Қазір айтсам дұрыс болып қала ма тағы? Болмайды, айтпаңыз, үндемеңіз. Мен негізі дұрыс нәрсе көп айтамын. Уақыт бітті. Уақыт бітті. Сонымен маған қаламыңызды тапсырыңыз. Алыстамаңыз. Әзірше сөйлеуге болмайды, тыныш. Мен сіздердің араларыңызға үлкеп тұрайын. Сонымен Жылқы, анау сіріңке. Анау тау, жер. ал 5-ке дейін санайын, жауабыңызды беріңіз. Болмаса жауап жоқ деп санаймыз. 1. Атын шықпаса жер өрте ме? Тамаша. Тамаша. Дұрыс жауап. Дұрыс жауап. Сіздерге 50 ұпай. Сонымен жалпы қанша ұпай болады сіздерде? 100 болады. 100 ұпай болады. Қарсыластарыңыз әлі де 50 ұпай сіздерден алда келе жатыр. Ал енді Жансая ханым, кезек өзіңізге келіп жетті. Соңғы мақалыңыз. Былай кеп тұрыңыз қасыма, оқыңыз. Жаттап алыңыз, мағынасын түсініп алыңыз. Қалам мына жерде. Маған қайтып маған бере қойыңыз. Көрсетіңіз, не деп жазған? Солай ақ болса барлығы. Бала. Қоян. Қоянды қамыс өлтіреді, жігітті намыс өлтіреді. Тамаша. Тамаша. Жарайсыздар, 50 ұпай тағы да бұйырды Қанат мырзамен Жансая ханымға. Сонымен жалпы сіздерде 200 ұпай болды. Сіздерде Ержан мен Сабира ханымда 100 ұпай.
Құрметті телегөрермендер, осымен тапқыр болсаң озып көр бағдарламасының, интеллектуалды шоу бағдарламасының бүгінгі санын біз аяқтаймыз. Жеңімпаздарымыз, яғни Қанат Мырза мен Жансая ханым келесі ойынға жолдама алады. Келесі кезеңге ал ұтылыс тапқан Сабира ханым мен Ержан Мырзаға келесі жолы сәттілік сіздердің жандарыңызда болсын деп тілейміз. Құрметті көрермендер, еліміздің тапқыр, білімді жастары көп болсын. Күніміз шуақты, еліміз аман болсын. Сау болыңыздар.